Ендеше сабағымыздың мақсатымен таныс болыңыздар. Бүгінгі сабағымыздың мақсаты Медеу Сәрсекеннің өмір мен шығармашылығын және Қаныш Сәтбаев деп аталатын роман-эссесін меңгерту арқылы Қаныш Сәтбаевтың өмірімен таныстыру. Ең алдымен Медеу Сәрсеке кім деген сұраққа жауап берейік. Медеу Сапаұлы Сәрсеке Шығыс Қазақстан облысына қарасты бұрынғы Абралы ауданы Қайнар кентінде 1936 жылы 2 қаңтарда туған. Ол орта мектепті алтын медальмен тамамдап, Алматыдағы кен металлургия институтына түсіп, инженер-металлург мамандығын 1958 жылы игеріп шыққан. Енді шығармаларына кезек берейік. Медеу Сәрсеке қазақ әдебиетінде ғылыми қиял жанрының өрістеуіне айрықша үлес қосқан қаламгер. 1959-1965 жылдары Ғажайып сәуле, Көрінбестің көлеңкесі, От және атом, сонымен қатар 7-ші толқын аталған ғылыми-фантастикалық хикаяттары жарық көріп, жазушының соңғы шығармасы 1964 жылдан бері де мол таралыммен бірнеше мәрте басылып, 100 000 дана таралыммен орыс тілінде жарияланып, күллі одаққа мәлім болды. Сонымен қатар өндіріс адамдары жайлы 7 жылдықтың жігіттері очерктер кітабы, Қаз қайтқанда, Айшықты мезет деректі повестер жарияланды. Сәтбаев, Ибни Бекетов атты деректі ғұмырнамаларын, Шығыс хикаясы пьесасын, Жаңғырық көмбе романдарын жазды. Беляевтің Қос мекенді адам романын қазақ тіліне аударды. Құрмет орденімен, еңбектегі ерлігі үшін медалімен, Қазақстан жоғарғы кеңесінің құрмет грамотасымен марапатталған. Медеу Сәрсеке ұлтымыздың кемеңгер перзенті Қаныш Сәтбаевтың ғұмыр жолын айшықтауға 50 жылдан астам уақытын сарп етіп, біртуар ғалымның жарқын бейнесін тартымды һәм тұрлаулы еңбегімен қазақ қауымына танытқан қаламгер. Оның Қаныш Сәтбаев атты роман-эссесі қазақ және орыс тілдерінде 11 рет басылып, әлемнің 112 еліне тараған екен. Қаныш Сәтбаев роман-эссесімен таныспас бұрын, Қаныш Сәтбаевтың өмірі, балалық шағы туралы видеоны тамашалаңыздар. 1899 жылы 12 сәуірде қазақ даласында тау қыраттарды аралап түрлі тас жинағанды ұнататын ерекше бала дүниеге келді. Оның есімі Ғабдулғани. Анасы оны Ғани, Ғаныш деп еркелете келе Қаныш аталып кеткен. Қаныштың алғыр болғаны сонша, ауылдың 4 жылдық мектебін 2 жылда бітірген. Бала болса да өз қалауымен білім қуып, қалаға аттанады. Бозбала Қаныш Семейде семинарияда оқып жүргенде жазушы Мұхтар Әуезовпен кездеседі. Содан бастап олар өмірлік жан досқа айналады. Қаныштың беймәлім салаға бет бұруына орыстың геологы, білікті профессор Михаил Усов себепші болды. Ол арманына қол жеткізу үшін халық соты қызметінен кетіп, Сібірдің Афинас атанған Томск технологиялық университетіне оқуға түседі. Студент Қанышқа Томск қаласының кітапханалары ерекше әсер етеді. Осы жерде Қаныш өз білімін тереңдете түседі. Оқуды бітіргеннен кейін Қаныш 15 жыл Жезқазғанда жұмыс істеді. Ол сол уақыт ішінде жер қойнауындағы қазба байлықтарының қорын есептеп, таралу заңдылықтарын анықтады. Тұңғыш рет қазақ жеріндегі пайдалы қазбалардың картасын жасады. Сәтбаевтың арқасында бірегей Жезқазған мыс кен орны ашылып, осы саладағы көш бастаушыға айналды. Осылайша Қаныш қазақтан шыққан бірінші тау-кен инженер-геолог атанды. Әлемде 1000-нан астам минерал түрлері болса, оның жартысы қазақ жерінде кездеседі. Осыған көз жеткізген Қаныш минерал жинауға қатты әуес болды. Оны зерттеп қана қоймай өңдеп, неше түрлі бұйымдар жасады. Сондай минералдан жасалған шахматты әлемдік тарихи тұлға Джавахарлар Неруге сыйға тартқан. Қаныштың қоғамдық ағарту жұмыстарында атқарған еңбегі өте көп. Ол қазіргі ұлттық ғылым академиясының құрылуына, геологиялық ғылымдар институтының ашылуына себепші болды. Ұлттық техникалық университеттің өркендеуіне қосқан үлесі үшін ол Қаныш Сәтбаевтың атымен аталды. Академик Қаныштың ең ірі жобасы Ертіс-Қарағанды каналы. Ол ертістің суын Сарыарқаға, яғни Екібастұз, Қарағанды және Теміртау қалаларына жеткізу жұмысының басында жүрді.
Содан бері орталық Қазақстан аймақтары суға кенеліп келеді. Ол керемет математик болып кетуі де мүмкін еді. Оған мысал Қаныш Имантайұлының жазған алгебра оқулығы. Ол небәрі студент кезінде орыстың шетелдің оқулықтарын зерттеп, әлемдік дәрежедегі қазақша математикалық оқулық жасап шықты. Қазақстанның сол кездегі астанасы Орынбор қаласына барып, ағартушы ғалым Ахмет Байтұрсынұлына тапсырған. Сондай-ақ Қаныштың өнер шебері болу мүмкіндігі де мол еді. Ол жастайынан жыршы жыраулардың арасында өсіп, ән жырды Жаяу Мұса, Естайлардың өзінен тікелей үйренген. Қазақтың ән мұрасын жинаушы Александр Затаевич Қанышпен кездесіп, оның аузынан 25 қазақ әнін, олардың шығу тарихын қағазға түсірген. Қаныш Сәтбаев Англияға сапары барысында әйгілі саясаткер Уинстон Черчилльмен кездеседі. Ол Қанышқа қарап, қазақтың бәрі сіздей алып па деп таңырқай сұрайды. Сонда Қаныш, о не дегеніңіз, Черчилль мырза? Олай емес. Мен қазақтардың ішіндегі ең кішкентайымын. Халқым менен де биік деп жауап береді. Қаныштың ғылымға сіңірген еңбегі ерекше бағаланып, Қаратауда табылған жаңа минералға Сәтбаевит аты берілді. Сондай-ақ академик Сәтбаев атты гладиолус гүлі де бар. Ал Жоңғар Алатауындағы Сәтбаев мұздығы ғалымның есімін одан сайын биіктете түсті. Кеңестік астроном Николай Черных қазақтың ғалымының құрметіне жаңа ашқан астероид, яғни кіші ғаламшарға Сәтбаев атын берді. Қаныш Сәтбаев ұлтының болашағы үшін көптеген ұлы істер жасады. Оның геология ғылымында ашқан жаңалықтары мен жасаған жүйелері әлі күнге дейін қолданыста. Қаныш Сәтбаев есімі қазақ тарихында алтын әріптермен жазылған. Ендеше көрсетілген бейнежазбаға байланысты тапсырмаларды орындаңыздар. Қаныш Сәтбаевтың балалық шағы туралы айтыңыздар. Екінші сұрақ: Қаныш Сәтбаев қандай белгілі тұлғалармен кездеседі? Үшінші сұрақ: Қаныш Сәтбаевтың оқыған оқу орны? Төртінші сұрақ: Қаныш Сәтбаев қандай жұмыс жасайды? Бесінші сұрақ: Қаныш Сәтбаев қазақ ғылымына қосқан үлесі? Алтыншы: Қаныш Сәтбаевтың ең ірі жобасы туралы айтыңыздар. Ендеше медеу сәрсекенің Қаныш Сәтбаев роман-эссесі. Роман-эссе дегеніміз не? Ең алдымен роман дегеніміз ол күрделі сюжетті, көбіне қара сөзбен, кейде өлеңмен жазылған кең көлемді эпикалық түр. Романда өмір құбылыстары, адамдар арасындағы қарым-қатынастар молынан қамтылған, композициялық күрделі құрылымнан тұрады. Ал эссе философияның, эстетиканың, әдеби сынның, публицистиканың, көркем әдебиеттің тұрақталған, қалыптасқан тұжырымдарға жаңа қырынан қарап, өзінше толғап әрі дағдыдан, әдеттен, көне соқпақтардан бөлек тың болжамдар мен түйіндеулерге құрылған жанры. Роман бір немесе бірнеше кейіпкердің өмір жолының дамуын көрсететін әдеби жанр болса, ал эссе ғылыми мақала мен әдеби очеркке ұқсас. Автордың бір мәселеге жеке көзқарасын білдіртетін, яғни роман мен эссенің ерекшеліктерін үйлестіретін прозалық әдеби жанр болып табылады. Сіздерге Қаныш Сәтбаев атты роман-эсседен үзінді берілген. Жомарт табиғаттың сезімтал балаға әсері өзгеше. Шыр етіп жерге түскеннен бері ол соның аясында. Даланың шыжыған ыстығында, қарлы боран, қақаған суығында, қаршадай кезінен көріп пісіп қатқан. Бәріне көндігіп, күн санап, жыл санап қанаты қатайған қыран бүркіттің болат тұяқ балапанына ұқсап жетіліп те келеді. Енді осы үзіндіге байланысты тапсырмалар. Астарлы мағынада берілген ойдың мағынасын ашыңыздар. Бірінші: жомарт табиғаттың сезімтал балаға әсері өзгеше. Осы тіркестердің мағынасын ашыңыздар. Екінші: қанаты қатайған қыран бүркіттің болат тұяқ балапанына ұқсап. Қандай мағына білдіреді? Келесі тапсырма: үзіндідегі антонимдерді теріп жазыңыздар.
Осымен біздің сабағымыз аяқталды. Сабақ туралы бас бармақ тәсілі арқылы түсіндіріңіздер. Егер барлығын түсінген болсаңыздар, осы белгіні қойыңыздар. Енді түсініп келемін десеңіздер, осы белгіні қойыңыздар. Ал егер түсінбедім десеңіздер, осы белгіні қойыңыздар. Үйге тапсырма. Қаныш Сәтбаев роман-эссесінің Кенжетай бөлімін оқыңыздар. Назарларыңызға рахмет. Осымен біздің сабағымыз аяқталды.